Есімім Марат болады. Отбасымда төртеуміз, өзім, жолдасым Үміткүл, математика пәнінің сабағының мұғалімі, үлкен қызым 13 жаста, 7 сыныпта оқиды. Назарбаев зияткерлік мектебінің биыл түсті. Кішкендейім ұлым Мадияр. Мадияр 1-ші классқа биыл барды. 2005 жылдан бастап семья құрып, міне қазіргі күнге дейін жетіп жатырмыз. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндерін барады. Арнайы мектепке барады. Өз арамызда күнінде бірлес кешкі уақытта қаншалықты өсіп жатыр соны көру үшін өзіміз осылай ойнаймыз. Оның алдында неге барам деді, каратэге барам деді. Барды, 2 күннен кейін айтты, бұл менікі емес, мен бармайым деді, болды, барған жоқ. Өздері таңдайды, апарамыз көреді, ұнамайды, или ұнайды өздерін деді. Сол дұрыс деп ойлаймын. Бірінші қиыншылық, ең алғашқы әке ретінде өзімді сезінген кезде, ол қандай сезім екенін түсінген жоқ болатын. Иә, менің дүниеге балам келді, иә, мен әке атаның, бірақ ол қандай ұғым, қандай қасиет екен білмей. Бірақ бала өсе келе, оның қылығына, қылықтарына, әр үйренген затына қуанған кезде ғана, сол кезде ғана әке ретінде өзім түсінесің. Бір кішкентай кірім болсын, балаға көмектескен кезде, іштегі көңілің толып, біраз көтеріліп қаласың. Біз семьямызда баланың қолын қақпай, әрқашанда оның қалауын қабылдай береміз. Балаға ешқашанда айтпаймыз, сен осылай істе, сен осылай жаса деп. Тек қана бағыт көрсете аламыз, көмектесе аламыз. Баланың әрекеттері әрқашанда жеңіспен аяқталмайды. Қателіктер де болуы мүмкін. Сол қателіктер болған жағдайда ата-ананың міндеті қолдау жасауға, мотивация сөздерін табу керек. Жаз болсын, қыс болсын, аяз болсын, бұл бір дәстүр болғандықтан біз әр демалыста сыртқа шығамыз. Орманға барамыз, шаңғы тебеміз. Жазда мысалы велосипед алып, онымен қыдырамыз. Біз осылай шыққан кезде әрқашан ақылдасып, уақытын белгілеп деген сияқты шығамыз. Себебі бұл жақсы бір демалыс, көңіл көтеріп, үйдегі күндегі шаруашылықтарды ұмытып деген сияқты. Содан кейін осылай шығып, бір демалып қайтамыз. Әркімнің өзінің жұмысы бар, кім не істайды. Онда мұнан ішінде тиындар бар. Соларға тамақын алып келеміз бе? Мадиярды көтеріп. Мадюка, кел. Давай. На, да, начни сам. Положи, а то я не достаю. Не, давай еще выше, еще выше, еще выше. Нет, высыпь, пакет забери. Нет, пакет керек жоқ. Все? Накормил белок? Баланың тәрбиесінде бір жақсы бір әдіс, мысалы бәріне бірдей жағатын бір әдіс болуы мүмкін емес. Әркім әртүрлі, әр семья әртүрлі, әркімнің жағдайы әртүрлі деген сияқты. Біздің өзіміздің семьямызда шешілетін нәрсе біз көбінесе әңгіме арқылы. Асықпа, мен балаға ұрсып көрген жоқпын, мен балаға қол көтеріп көрген жоқпын, себебі мен өзімде ондай тәрбиені көрген жоқпын. Негізі әңгімелесу керек. Әңгімелесу ретінде, мысалы, көпшіліктің өзінде емес, мысалы, дүкеннің ішінде емес, далада емес, жеке қалған кезде баламен әңгімелессең, ona sırtkı нәрселерден бәрін тыйынып, тек қана алдында сен тұрғаннан кейін сол әңгімеде ішіндегісін де айтады. Көп нәрселерді кішкентай сәтсіздіктер болса, өзім ақ барып шешіп салуға болады да, бірақ олай өзім барып шешіп тастасам, ертең жауапкершілік жоғалып кетеді. Сол үшін тек қана бір-екі нұсқасын айтып, мысалы, соның бала өзі таңдау керек. Сол кезде ертең өскен кезде де қандай да сәтсіздік болса, ол да білет, әр сәтсіздіктің шығатын өзінің жолдары болады екен.
былай қарасақ, балаларды тәрбиелемей өз-өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Сол себепті өз-өзімізге көбірек назар аударуымыз керек. Бала әрқашанда үлкен кісілердің әрекеттерін қайталайды. Қызым 13 жаста, жас өспірім. Қазіргі енді қалыптасу кезеңіндегі осы кезде қандай қате жібере аламын деген сондай бір іште не болады, үрей. Бірақ бұны да семья болғаннан кейін атасы бар, анасы бар, басқа да әжелердің қолдауы бар деген сияқты дұрыс қолдау мен дұрыс көмек бере алады деген үміттемін. Тек қана осы ғана қорқыныш, қазіргі ең осы жас өспірім кезіндегі уақытын жіберіп алмау. Үй шаруашылығына демалыс күндері араласып тұрам. Мен өзімнің не бар, фирменный тамақтарым бар істейтін. Әсіресе түріктердің тағамдарын ұнатамын да, оларды істеймін. Бүгін қонақ болғаннан кейін ет істеп жатырмыз да. Ол енді бұл еттің өздеріңіз білесіз, бешбармақтың қиындығы жоқ бұлай. Пысқан етті турап деген сияқты. Бірақ бұл да керек зат. Жолдасым келді, көмектеседі. Ашында мен оған көмектеседі. Мен бүгін жексенбі болғаннан кейін менің күнім ол маған көмектеседі бүгін енді. Қазір жуасын ашып, қалай, ұнай ма? Күйеуінің жұмыс істеген? Өте ұнайды. Бұндай көмек ретінде көбінесе жүгіріп келетін, ол кішкентай ол. Ол пышағын ұстап алады да, бір-екі сәбіз тураңғы соны қызықтырады. Бірақ оның қолдарын қағып, мысалы, жоқ күйіп қаласын, жоқ бір жерімді кесіп аласын деп, бұл ешқашанда қайтарып көрген жоқпыз. Онда көмектесетін кезде ол жақсы, өздеріне де, ертеңгі болашағына да бәріне керек заттар бар. Біз негізі ойлағанбыз, бүгін басқа тамақ деп, бірақ кеше қарындасымызға отау істеп, сол жақсы өткеннен кейін бүгін үйге қонақтар келеді. Сол себептен әжеміз келеді деген сияқты, сол үшін бешбармақ дайындап жатырмыз. Мысал ретінде айтатын болсақ, бір қайықты алсақ, қайықта екі ескек болса, қайық түзу жүзеді. Бір ескек болса, қайық түзу жүзбейді. Сол себептен әркімнің өзінің анасының да, әкесінің де бірге бала тәрбиесіне айналысқаны дұрыс деп санаймыз. Баланың жауапкершілігі мол болу үшін, өзіне деген сенімі көп болу үшін, алдына қойған талаптары үлкен болу үшін, балаға біріншіден балаға сене білу керек. Сенің баланың қолынан ол нәрсе келетінін оған жеткізе білу керек. Бір бастаған әңгімесін бастан кесіп шауып тастауға болмайды. Әкенің жұмысы табыс, қалған үйдегі іс-шаралардың бәрі ананікі деп бөліп тастаса, ол бала өскеннен кейін, қазір мысалы әкесі араласпай қойсын, ертең бала өскеннен кейін әкесін тыңдамайды, тек қана анасын тыңдайтын болады. Я бала әкесі ертең ренжуі мүмкін, үлкен кезде шал болады, немере сүйетін кезде айтады, бала мен саған айтып жатырмын, сен неге бүйтпейсің? Ол қайдан тыңдасын? Оны кішкентай кезінен оны көрген жоқ. Ол кішкентай кезінен әкесімен араласқан жоқ, әкесінің сырын білмейді, әкесінің жолын білмейді, тек қана барған секциялардың ақшасын төлегені ғана ол болмайды. Ол әкенің орны, мысалы, тәрбиесі басқа. Мысалы, ана көп жерде жұмсақ болады, және әкесі балаға араласып тұрса, жұмысына, тәрбиесіне, сабағына көмектесіп, араласып, білісіп отырса, баланың ішінде сенім пайда болады. Өзі талғам таңдап жүрсе де, артында әкесі бар, артында көмек көрсететін қамқоршысы бар, артында бір сенетін бір тұлға бар ретінде санайды. Анасы ол әрқашан көмектеседі, әрине ананың орны бөлек айтамыз, бірақ әкенің орны да бөлек. Әке деген асқар тау деп босқа айтылмаған сөздер. Әке деген ол баланың еңсесін көтеріп жүруге, еңсесін көтеріп жүргенге көп бір себептің бірі.